Құрметті қатысушылар, бүгінгі интеллектуалды байқауымызға қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Бүгінгі біздің интеллектуалды ойынымызға 3 команда қатысып отыр. Ол яғни бірінші курс білімгерлерінің арасында Алаштың аяулылары, Арыстан, тәуелсіздік жұлдыздары айтын Әділқазы мүшелерімен таныс болыңыздар. Тәрбие жұмысының меңгерушісі Мейірманова Ләззат Касаналиевна. Құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарының меңгерушісі Усенов Рахат Бакенович. Мергер бөлімінің меңгерушісі Қалымбетова Жанна Бақытовна және рухани дамыту орталығының жетекшісі, колледж тарихшысы Маманова Шарапат Тұрсынбайқызы. Ең бірінші кезеңіміз таныстыру. Құрметті қатысушылар, бұл кезеңде әр топқа 3 сұрақтан беріледі. Алаштың аяулылары, сіздерге қойылатын бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне нелер жатады? Мемлекеттік рәміздеріне ту, елтаңба және де әнұран жатады. Елтаңбада кездесетін ол жұлдыз, төбесіндегі алтын түстес жұлдыз. Мемлекеттік тудың ұзындығы мен енінің қатынасы қандай? Тудың ұзындығы мен енінің қатынасы 1:2. Жауабы дұрыс, 2:1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданған жыл? 1992 жылы 4 маусымда. Сәнді айға бері рәміздер ел беделі. Бойға таққан тұмардай қастерлеймін мен оны. Сайысымыздың келесі кезеңі ойлан тап деп аталады. Елтаңбада шаңырақ ол негізінен отбасының белгісін білдіреді. Демек ол шаңырақ отбасының берік болуын, ынтымақтас берік болуының символы. Қанатты тұлпар дала дүлдүлі ретінде танылған, ол алдыға жетелейтін бостандыққа ұмтылыстың бейнесі болып табылады. Сөз кезегін тәрбие жұмысының меңгерушісі Мейірманова Ләззат Касаналиевнаға берсек. Жюри мүшелері балдың бәрін жазып отырмыз, өздеріңіз көріп отырсыздар. Соны есептеп, балын шығарып, араларыңызда үздік ойыншы командасын шығарамыз. Келесі сөз кезегін Әділқазы мүшелерінің құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарын Рахат Бакеновичке сөз кезегін берсек. Құрметті әріптестер, студенттер, сіздерді мына келе жатқан Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Оқуда озат болыңыздар, ата-аналарыңызға қолғабыс болып жүре беріңіз. Рахмет. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Мынандай қиын кезеңге қарамай, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп, ойынға қатысып отқандарыңызға, енді сайыс өз мәресіне жеткеннен кейін, мына ұпай сандарын жазылып жатқан чаттан көріп отырсыздар. Ал енді үздік ойыншы командасын айтатын болсақ, ол Алаштың аяулылары 430 ұпаймен алға шығып үздік атанып отыр. Интеллектуалды байқауымыз осыменен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.